Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай оп-оңай түюді қажет етпейтін, уақытыңызды үнемдейтін өте ерекше самсаның түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға жұмыртқаны, қантты, тұзымызды және де ашытқымызды, кейін осылай ерітілген сары майымызды қосып, барлығын араластырамыз. Кейін ұнымызға осы сұйық массамызды қосып, қолымызға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырымызды 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Самсаның салмасы өз еріктеріңізде, тартылған ет, пияз және картоп қосуға болады, немесе картопсыз жай ғана осындай тартылған ет, пияз, одан кейін осылай сұйық май және де дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып жасай беруге болады. Біздің қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Енді осы қамырды ұн себе отыра өте жұқа етіп жайып шығамыз. Бізде тек қана ұнды қолданып, барынша жұқа етіп жаюға тырысамыз. Міне бізде осындай өте жұқа қамыр шықты. Енді осы қамырымызды дәл видеодағындай етіп жасаймыз. Қамырымызды оқтаудың көмегіне осылай орап алдық. Кейін дәл видеодағындай етіп, осылай гармошка жасаймыз. Жайып алған қамырымызды осылай теңдей екі ортасынан бөлеміз. Осы қамырдың ортасына енді біз қазір салмасын салып шығамыз. Салмасын салып болғаннан кейін қамырымыздың екі шетімен самсаларымызды бекітеміз. Енді самсаларымызды дәл видеодағындай етіп осылай қысып шығамыз. Әр салмасы салынған шеттерінің барлығын осылай қысып шығамыз. Бізде самса түюді қажет етпейді. Тез өте оңай жасалынады. Кейін осылай бекітілген жерлерінің барлығын пышақпен кесіп аламыз. Дайын болған самсаларымыздың бетін жұмыртқамен осылай тегістеп жағып шығамыз, және де бетіне кунжут, қалауыңызша мак сеуіп, 180 градуста 20-30 минут аралығында беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы самсаны жасап көріңіздер, қараңыздар, түрі де өте әдемі және де дәмі де сөзсіз ерекше болып шығады екен. Басқа самсаларға ұқсамайды. Өзіме қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.